Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жидектері езілмей пісетін, әрі өзінің түсін сақтап қалатын құлпынайдан варенье жасайтын боламын. Ең алдымен құлпынайларымызды мөлдір суға тазалап жуып аламыз. Құлпынайларымызды тазалап жуып алғаннан соң, кептіргіште суы тартылғаннан соң құлпынайды тазалап аламыз. Ең алдымен тазалап, содан соң жуатын болсаңыздар, құлпынайға су кіріп кетуі мүмкін. Сонда вареньямыз сулы болып шығады. Сондықтан да бірінші кезекте құлпынайымызды жуып аламыз. Содан соң тазалаймыз. Құлпынайдың барлығын тазалап алғаннан соң қантты саламыз. 1 килограмм құлпынайға 600-700 грамм қант кетеді, дәміне қарай. Менде құлпынай 7 килограмм. Мен 4 килограмм қант салдым, дәміне қарай. Қантты салғаннан соң 3 сағатқа қалдырамыз. Сонда қантымыз езіліп, вареньямыздың суы шығады. Содан соң лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі қылып қантымыз ерігенше. Орташа отта қайнатамыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан соң көбігін алып, газ плитамызды өшіреміз. Сосын 8 сағатқа қалдырамыз. Яғни азанда қайнатсаңыздар, кешке қайнататын боласыздар. Арадан 8 сағат өткеннен соң. Осы аралықта вареньяның сұйықтығының барлығы жидектерге сіңеді. 8 сағат өткеннен соң және қайнатамыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан соң екінші қайтара көбігін алып және қайнатамыз. Астын пәс отқа қойып 20 минут қайнатамыз. Сонымен біздің вареньямыз дайын болады. 3 қайтара, 4 қайтара қайнатпаймыз, 2 қайтара қайнатсаңыздар соның өзі жеткілікті. Себебі құлпынайымыз езіліп кетпейді және светі, түсі әдемі болып тұрады. Естеріңізде сақтаңыздар. Ендігі кезекте құлпынайымыздың қалған бөлігін басқа ыдысымызға қайнатып алатын боламыз. Мен барлығын бірден қайнатып аламыз, сонда уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Бұл жерде 4 килограмм құлпынай, 4 килограмм құлпынайға қант дәміне қарай қайнағаннан соң көріп саласыздар. Бірінші этапта айтып өткендей, дәл осылай қайнататын боламыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан соң көбігін алып, астын өшіреміз. Арадан 8 сағат өткеннен соң және қайнататын боламыз. Арадан 8 сағат өтті, газ плитамызға құлпынай вареньясын қойып және қайнатып алдым. Қайнағаннан соң екінші қайтара көбігін алып тастаймыз. Бір бұрқ етіп қайнады, уже астын жай отқа қойып 20 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің вареньямыз дайын болады. Және айта кететін жайт, варенье қайнап жатқан кезде қозғап тұрамыз, ұмытып кетпейміз, асты жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен арасында қозғап тұруды ұмытпаймыз. Ендігі кезекте банкымыздың қақпағын қайнап тұрған ыстық су құйып бұқтырып қоятын боламыз. Вареньямыз 20 минут дайын болды дегенде қақпағымызды осылай ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. Сонда қақпағымыз дайын болып тұрады. Ендігі кезекте біздің вареньямыз қайнап жатыр. Қараңыздар қалай қайнап жатқанын. Жай отта осылай қайнау қажет. Банканы зарарсыздандырамыз. Яғни қайнап тұрған ыстық суды банкіге аз мөлшерде құйып, банкамызды варенье құйғанға дайындап аламыз. Сынып кетпес үшін осылай 2 қайтара ыстық суымызды құйып шығамыз. Вареньямыз дайын болды деген уақытта осылай жасап аламыз банкаларымызды. Шайқап, қақпағын жауып қоямыз. Тура бейнедегідей. Менің рецептім бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаймыз. Құлпынай вареньясы дайын болды. Қараңыздаршы, түсі өте керемет болып шыққан. Сіздерде осылай жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендігі кезекте банкаларымызға құйып, жауып алатын боламыз. Бейнеде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Газ плитамызға екінші ыдыстағы вареньямызды қоямыз. Сонда барлығын бірдей уақытта қайнатып алатын боламыз. Бірінші ыдыстағы вареньямызды жауып болам дегенше, екінші ыдыстағы вареньямыз қайнап тұрады. Арасында қозғап тұруды ұмытпаймыз.
жайлап бірінші ыдыстағы вареньямызды банкаға құйып, осылай тура бейнедегідей жауып алатын боламыз. Вареньялардың барлығын банкіге құйып алдық. Ендігі кезекте жауып алатын боламыз. Бірден қатты бұраймыз, ауа кіріп кетпеуі керек. Сонда жақсы жабылатын болады. Осы 4 килограмм құлпынайдан 9 граммдық 6 банкі варенья шықты. Банкаларымыз ыстық, қолғаппен жауып аласыздар. Біздің қол үйреніп қалғандықтан қолымызбен осылай жауып аламыз. Жауып алғаннан соң сулы тряпкамызбен бір сүртіп аламыз ыстық күйінде. Барлық банкымызды жауып алдық. Екінші ыдыстағы вареньямыз қайнап қалды. Қайнағаннан соң осылай көбігін алып тастаймыз екінші қайтара. Содан соң бұны да 20 минут көлемінде қайнатып, дәл бірінші этаптағыдай жауып алатын боламыз. Көбігін алып 20 минут көлемінде қайнатып аламыз. Вареньямыз міне қайнады. Қайнағаннан соң банкілерімізге құйып, тура бейнедегідей жауып алатын боламыз. Айта кететін жайт, вареньямызды банкіге құйған кезде сәл толтырмай құйып аламыз. Сонда ауа кірмей жақсы жабылатын болады. Және ашқан кезде вареньямыз төгіліп кетпейді. Өте дәмді құлпынайлы вареньямыз дайын болды. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де тіркеліп алыңыздар. Мен өте қуанышты боламын. Банкаларымыздың барлығын бір мезетте жауып алдық. Сіздер де уақыттарыңызды үнемдеңіздер. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.